Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен кезекті бір жаңа әдіс тәсілімен бөліскелі отырмын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді бөлісе отырсаңыздар. 20 ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытовтың сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер деген ұлағатты сөзі бүгінгі таңда өз күшін жоймай жоғалтпаған. Ал енді біздің бүгінгі сіздерге бөліскелі отырған әдісіміз ноутбук әдісі деуге болады. Мінекей мынау ноутбук, мінекей оқушылардың алдына 20 оқушыға 20 дана шығарып, мына жерге тапсырма, мына жерге дескриптор қойып арқылы мінекей ноутбук әдісімен мына жерге тапсырманы жазып, дескриптор мына жерге жазуға болады. Маркермен жазып және салфеткамен өшіруге болады. Ал енді бұл бір ғана түрі, тапсырма және дескриптор. Бұдан бөлек мынандай түрінде жасап қоюға болады. Дескриптор және баға. Мына жерде тапсырманың реті, сол тапсырмадан алған бағасына және оқушының аты жөні, мұғалімнің қойған бағасы. Барлығын маркермен жазып, қайта өшіріп, көп рет пайдалана беруге болады. Мінекей түрлі түсті, мына жерден бұдан сәл басқа түрін жасап өз шеберліктеріңізге қарап жасай беруге болады. Мінекей мен ең кемі 20 дана жасап аласыздар, 20-22 бір сыныпқа жетерліктей осындай ноутбуктар. Мына қосымша бұл тапсырмалы липучка арқылы жасалған тапсырма және дескриптор. Оқушыларға жазған тапсырмасын қайтадан өшіріп, келесі сыныпқа пайдалана беруге де болады. Кейін жинап, жауып қолдана берсеңіздер болады.